Түн ортасындағы кітапхана. Мэтт Хейг. Мен ешқашан өзім қалаған өмірдің бәрін сүре алмаймын, және қиялымдағы сондай болсам деген армандардың бәріне айнала алмаймын. Менің бойымда болса деген қасиеттердің бәрін тоғыстыра да алмаймын. Сонда мен нені қалаймын? Өмірімде болуы мүмкін рухани және физикалық тәжірибенің бәрін әр қырынан жан-жақты көрсем деймін. Сильвия Плат. Өмір мен өлім арасында кітапхана бар, деді ол. Ол кітапхананың сөрелері шексіз созыла береді. Әр кітап сен сүруін мүмкін болған басқа өмірді байқап көруге мүмкіндік береді. Басқаша таңдау жасағанда қазір қандай болар едің? Қазіргі өмірінде өкініш көп. Соларды өзгертуге мүмкіндік туса, не істер едің? Жаңбыр туралы әңгіме. Өзін өлімге кесерден 19 жыл ілгері Нора Сид Бетфорд қаласындағы Хейзелден мектебінің ұядай жылы шағын кітапханасында отырды. Аласа үстелдегі шахмат тақтасына үңілді. Нора, қымбаттым, болашаққа алаңдау қалыпты нәрсе, деді жанарының жарқылы аязды күні сығырайған күн шуағын еске салатын кітапханашы миссис Элм. Ол бірінші болып жүрді. Ат тізіліп тұрған ақ сарбаздардың үстінен секіріп өтті. Әлбетте, емтиханды уайымдайсың, бірақ сен өзің қалағандай өмір сүресің, Нора. Қолынан бәрі келеді. Өз басым саған ризамын. Иә, солай шығар, өмірдің бар қызығы әлі алда. Әлі алда. Қалаған ісіңмен айналысып, кез келген жерде өмір сүрсем болады. Тек мынадай суық жаңбырдан көз ашпайтын қалада емес. Нора сарбазымен 2 қадам алға жүрді. Іштей миссис Элмді өз шешесімен салыстырды. Кітапханашы сияқты емес. Анасы бұған міні көп деп қарайтын. Кішкентай кезінде шешесіне Нораның сол құлағы оң жағына қарағанда қалқайып тұрғандай көрінетін. Сол үшін құлағын жабысқақ таспамен тапсырып, сыртынан жүн бөрік кигізетін. Ылғалды салқын ауа райын жек көремін, деп кесіп айтты миссис Элм. Селеу шашын қысқа қиған миссис Элмнің соқпақша жүзін әжім торлаған, ашық жасыл жемпірінің жағасы бозғылт жүзін тіпті қуқыл етіп көрсетеді. Егде жастағы кітапханашы мейірбан әйел. Жас айырмасына қарамастан, бүкіл мектепте Норамен тіл табысқан жалғыз адам осы кітапханашы. Қыз жаңбыр жаумаған күні де үлкен қоңырауда кішкентай кітапхананы паналайтын. Суық жердің бәрі дымқыл емес, деді Нора. Антарктика жер бетіндегі ең құрғақ құрлық, оны тіпті шөл дала деуге болады. Саған сонда бару керек шығар. Мен қашып кеткім келетіндей алыс жер емес ол. Олай болса қашкер бол, галактиканы шарлап жүресің. Нора күлді. Басқа планеталарда жаңбыр тіпті қатты жауады. Бетфордшиттен де жаман ба? Шолпанға барсаңыз қышқыл жаңбыр құйып тұрады. Миссис Элм жеңінен қағаз сулық шығарып ақырын сіңбірді. Әне, көрдің бе? Басын істеп тұр. Қайда барсан да жұмыссыз қалмайсың. Норадан 1-2 жас кіші сары шашты бала терезе алдынан жүгіріп өтті. Біреуді қуып бара ма, әлде біреуден қашты ма екен? Ағасы кеткелі Нора мектепте өзін қорғансыз сезінбейтін болды. Жабыққан сәтінде жанына дем беретін рухани мекені кітапханаға келеді. Әкем бәрін тастадым деп ренжіп жүр. Жүзуге де бармайтын болдым. Спорттан хабарым шамалы, бірақ әлемде суға тез жүзуден басқа қызықтар бар ғой. Өмірін алда, мүмкіндік көп. Өткенде айтқанындай глицолог болсам болады. Ол туралы ақпарат іздеп көрдім. Осы кезде телефон шырылдады. Қазір, деді миссис Элм. Жауап беріп алайын. Кітапханашы тұтқаны алды. Нора күтіп отыр. Иә. Осында. Миссис Элмнің түрі бұзылып кетті. Теріс бұрылып ақырын сөйлегенмен Нора бәрін естіп тұр. Сұмдық-ай, құдайым-ай. Иә, әрине.